Сәуле шошып оянды. Түнгі ұйқысы тыныш болмай жүргеніне біраз болды. Күндіз қыздармен жиен немерелермен сөйлесіп, ойы бөлініп уақыттың қалай өткенін білмей қалғанымен, түнде жалғыздық өткен кеткенді есіне түсіріп түн ұйқысын бұзды. Өмірдің сынағы келетін кезде сенің қоғамдағы лауазымыңа, отбасындағы орныңа, жасыңа қарамайды екен. Сәуле оқуын оқып, жұмысын жасап, өз жүгін өзі толықтай жинап барып күйеуге шықты. Бұл кезде Сәуленің жасы 25-те болатын. 25 жасында Сәуле өз сүйіктісімен қосылып, отау құрды. Дәулет те Сәуле сияқты еңбекқор жігіт болатын. Сәулемен үйленердің алдында 2 бөлмелі пәтер алып, келіншегін жаңа пәтерге түсірді. Екеуі де еңбекқор, досқа адал жандар, барлығын тәнті етті. Көрген жұрт тамсанып, бір-біріңе қалайша тауып қосылғансыңдар деп қызыға да қызғана да қарайтын. Сәуле көз дәрігері болатын. Қалалық емханалардың бірінде жұмыс жасайтын. Бір күні бақыттарын еселеніп, Сәуленің жүктілігі туралы хабар келді. Дәулет бақыттан бас айналып, әйелін одан бетер сүйіп кетті. Алғашқы перзенттерінде қолына алды. Дүниеге кесте тігер келді. Қыз баланың атын Дәулеттің өзі Ботагөз деп қойды. Ботагөздің туылғанның көздері үлкен дөп-дөңгелек болатын. Қыздың артынан ұл сыйлайын деген оймен бәр жылдан соң Сәуленің аяғы тағы ауырлап, өзеге баратында күн жетті. Алайда адамның дегені емес, Алланың дегені болады деген осы болар. Дәрігер Сәуленің құрсағында қыз баланың жатқанын айтқанда, Сәуленің көңіл күйі түсіп кетті. Ал Дәулет болса қуанышты. Дәулет қыз баласын қатты жақсы көретін. Тіпті 3 қызым болса да ренжімеймін деп айтатын болды. Содан ай күні жетіп дүниеге екінші қыздары келді. Қыздарының атын Несібелі деп қойды. Сәуле не дегенмен ана болғандықтан қызын көрген бойда бауырына қысып емірене түсті. 2 қызымен жұбайы күтіп отырғанын білетін Дәулет жұмыстан соң үйге асықты. Сәуле де жұбайын жылы шыраймен қарсы алып, 2 қызын тәрбиелеп, үй қызметін дөңгелетіп отырды. Өздерін әлемдегі ең бақытты отбасы сезінді. Дәулет Сәулеге үйленген кезде өңірдегі бір компанияда менеджер қызметін атқаратын. Қазіргі таңда ол осы компанияның бөлім басшысы. Барлық жұмыстастарына барынша түсіністікпен қарап, білгенін үйретіп, кішілерге ағалық қамқорлығын көрсетіп, үлкендерін ініше сыйлайтын. Жұмыстастарының ортасында сыйлы қадірлі Дәулеттің достары жылдан жылға көбейді. Басы жұмыстастықтан басталып, достыққа ұласқан қаншама жігітті Сәуледе жақсы білетін. Отбасылармен араласып, түрлі іс-шаралар ұйымдастырып отыратын. Дәулеттің қарапайымдылығы соншама лауазымына қарамастан, үйіне қонаққа шақырып, ақ дастарханын жайып, құда күткендей асты үстіне түсетін. Әсет екеуі менеджер қызметін бірге бастаған болатын. Сол кезде бері екеуі ажырамас дос. Тіпті Сәулемен үйленетін кезде Дәулет Әсетке жігіт жолдас болуды да ұсынып, Әсет тойда жігіт жолдас болған еді. Содан 2 жас жігіт карьера баспалдағында бірге көтерілді. Дәулет осы Алматыдағы филиалда бөлім басшысы болса, Әсет Астанада жаңадан ашылған бөлімнің басшысы болып тағайындалды. Алайда Әсеттің Дәулеттен жасырған үлкен сыры болатын. Дәулет ең алғашқы рет Сәуле мен Әсетті таныстырғанда, Әсет Сәулеге ғашық болып қалған еді. Өзін өзі қинап қанша жерден Сәулені ұмытуға тырысқанмен, керісінше әр кездескен сайын Сәуленің жақсы жағын байқап, тәтті қылығын көріп, одан сайын ғашық бола берді. Досы болса да Дәулеттің Сәулемен ұрысып, үйленбей қалғанын тілеп, іштей күтіп жүрген болатын. Алайда Дәулет пен Сәуле мақсаттарына жетіп үйленіп, тіпті бала шағалы да болып алды. Ал Әсет болса, өзін құлай сүйетін жанарды ала салды. Өзің сүйгенді алма, өзіңді сүйгенді ал деген мақалды ұстанып, жанарды келіншек етті. Дәулет пен Сәуленің тойынан соң 2 айдан кейін үйленді. Дәулет Әсеттің бұндай асығыс шешіміне таң қалғанымен, жолын кеспей, барынша қолдау көрсетті. Осылайша 2 дос бір жылда отбасылы жігіттер қатарына қосылды. Алайда Дәулет досының сезімінен бейхабар болатын. 3 ұйықтаса да түсіне кірмеген еді. Осылайша өмір өз кезеңмен өтіп жатты. Сәуле тойдан соң 6 айдай бала көтере алмай жүрді. Ал Жанар болса бірден көтерді. Содан Жанар бірінші босанып, өмірге шекесі торсықтай ұл алып келді. Ал Дәулет пен Сәуледе Ботагөз дүниеге келді. Осылайша өмір жалғасып, Дәулет пен Сәуле ізе шала 2-ші қызды болды.
Ал Жанар мен Әсет бизнеске бастарымен кіріп кетті. Әсет жұмысымен қоса әйелі Жанардың атына ашылған бизнесті толықтай қолына алды. Жанар да жолдасына қолғабыс болып, әлеуметтік парақшаларды жүргізіп, клиенттермен сөйлесіп, тауарды клиентке дейін аман сау жеткізіп отырды. Бизнестерінің мәні Қытайдан арзан бағада тауар алдырып, оны әлеуметтік желі арқылы, интернет дүкен арқылы сату болатын. Бірақ достар, байланысты үзбей Әсет тауардың шаруасымен Қытайға баратын кезде әр Дәулеттің үйіне баратын. Дәулет досы келгенде жұмыстан ертерек келіп, дастархан жайғызып, ал Сәуле болса етін асып асты үстіне түсетін. Әсет кейде Жанар мен ұлын да етіп келетін. Ол Қытайға барып затын алып шыққанша Жанар мен ұлы Дәулеттің үйінде Сәуле мен қыздарының қасында болатын. Сәуле мен Жанар жақын құрбыдай араласып кетті. Балалары Ботагөз Несібелі және Әсеттің ұлы Расул бірге ойнап бірге өсіп келе жатты. Сырт көзге бәрі әдемі, бәрі жақсы болып көрінгенмен Әсеттің сезім оты еш сөнбеп еді. Қонақ үйге жататындай жағдайы болса да, ол Сәулені бір көру үшін Қытайды сылтаулатып осы үйге келетін. Келген сайын Сәулеге деген сезімі артпаса, кеміген емес. Дәулетке қараған көзін көріп, оны бар жан дүниесімен сүйгенін көріп, отбасының ұйытқысы болып, Дәулеттің де балалардың да жағдайын жасап отырғанын көріп, Әсет Дәулеттің орнында мен болсам ғой деп келдіп кететін. Жанар да Сәуледен кем түспей бар жағдайын жасап, барлық міндетін мінсіз атқарып отырса да, Әсеттің жүрегі бір жыламай-ақ қойды. Мүмкін Жанардан бағына болар, мүмкін сорына болар, бірінші баладан соң Әсеттің бизнес бастайық деген жоспарын жүзеге асыру үшін, барынша жан-жақты қолдау көрсету үшін, біраз тұра тұру екінші бөпесін көтере алмай қалды. Қанша жерден емделгенмен жақсы нәтиже берер емес. Оған қиналып жүрген Әсет жоқ. Бар ойы Сәулені тезірек көру үшін, Қытайдан жеткізген тауарын тезірек өткізіп жіберіп, қайта Алматыға құстай ұшатын. Дәулет пен Сәуленің қыздарына өз баласындай етіп барлық тәтті мен сыйлықтарын ала баратын. Балалар да Әсет папа деп мойнына асыла кететін. Дәулет те досының бизнесінің өрге жүзгеніне қуанып, жоспарларын тыңдап мақтан тұтып отыратын. Әйел адамның жүрегі нәзік болғанымен, ер азаматының жағдайын бірден сезетін қасиеттері де бар ғой. Күндердің күндері Жанар жолдасы Әсеттің досының әйелі Сәулеге өлердей ғашық екенін сезе бастады. Кезекті Қытайға барар кезде Жанар Әсетпен еріп, ұлы Расулды алып, Дәулет пен Сәуленің үйіне келді. Әдеттегідей сыйлықтарын арқалай келген Әсетті есік алдынан Сәуле мен Дәулет емес, Дәулет пен анасы күтіп алды. Әсет Дәулет пен анасын көріп бірден Сәулені сұрады. Сәулені көрмегеннен есі шығып кеткені сонша, тіпті қысылуды да ұмытып Сәулені сұрай берді. Ғашық екенімді сезіп қалар, ұят болар, қасымда әйелім мен балам бар ғой, олар сезіп қалар деген ойлар Әсеттің ойына да кіріп шықпады. Бар ойы тек Сәуле боп тұрды. Сол кезде Сәуле кішігірім ауырып қалып, ауруханаға түсіп қалған болатын. Бұны естіген Әсет қолындағы қыздарға келген сыйлығын тастай салып, Жанарды ертіп ауруханадан бір шықты. Ауруханаға барып, Сәулеге қараған көз қарасынан Жанар көп нәрсені түсінді. Осыған дейін де байқайтын, бірақ тек досының отбасына деген қамқорлығы деп өз-өзін тежейтін. Бірақ бұл жағдайдан соң Жанар Әсеттің Сәулеге ғашық екеніне толық көзі жетті. Сол сәттен бастап Жанар Әсеттен көңілі қалды. Оның қаншалықты пасық адам екенін жаңа түсінді. Осы уақытқа дейін не істесе де жауапсыз махаббаттың себебін енді ғана ұқты. Астанаға қайтып барған соң бәрін бетіне айтып, төркініме кетем деген шешімін Жанар Астанаға қайтқан соң да орындай алмады. Әсетті өзі өлердей сүйіп тигендіктен бе, мүмкін Расулды әкесіз өсірмеуді ойлады ма екен. Мүмкін қандай иттік жасаса да көңілі суымағанды бейір Жанар Әсен кете алмады. Кете алмаған үшін Жанар өз-өзінде жек көріп кетті. Содан бері Жанар Дәулет пен Сәуленің шаңырағына аттап басқан емес, Сәуленің бетіне қарауға ұялатын. Бұған қиналып жүрген Әсет жоқ, өзі бара беретін. Сөйтіп жүргенде бірнеше жыл өтті. Әсет компаниядан шығып тек қана бизнеспен кетті. Ал Дәулет сол компанияның бөлім басшысы. Берекетті беретін Алла дегендей, Дәулеттер бір айлықпен ғана өмір сүргенімен, үйлерінде жоқшылықтың иісі де сезілмейтін. Сәуле көз дәрігері қызметін жалғастырып, Дәулет бөлім басшысы қызметін жалғастырып, қыздарын тәрбиелеп өсіріп келе жатты.
Бір күні әдеттегідей Әсет келді. Әсет келіп дастархан басында отырып, досым, менімен бірге Қытайға жүр, бизнес баста. Бәрін өзім үйретемін, мен Астанада сатсам, сен Алматыда сатасың. Бастапқыда жұмысыңмен қатар жасай бер, содан кейін жақсы табыс түсіп жатса, өзің таңдауыңды жасарсың. Қыздарың болса өсіп қалды, ертең ұзату тойың бар, жүгі бар, оқулары бар дегендей деді Әсет. Дәулеттің жаны тыныштықты жақсы көретін, таңертең кетіп, кешке келіп, демалыс күндері ештеңе ойламай демалғанды жақсы көретін. Қылып алысып жұлып ентігіп тәуекелге барып, өмір сүргенді ұнатпайтын. Сол себепті бірден келсе қоймады. Алайда Сәуленің ойын ой түсіп, құлағынан Әсеттің қыздардың болашағы туралы айтқан сөздері кетпей қойды. Жаным, мүмкін шынымен Әсетпен бірге еріп бизнес бастап көрерсің деп Сәуле Дәулетке қолға салды. Оны не қыламыз, қыздарымыздың оқу мен тойына жинап отырған ақшамыз бар, бұйырса олар өскенше әлі де жинаймын. Бизнес деген оңай нәрсе емес, Әсет сияқты қайта үйде болмай қалуыма тура келеді. Берекетіміз кетеді деп Дәулет өзінің қарсылығын білдірді. Бірақ әйел адам ойына бір нәрсе алып алса, істетпей қоймайды ғой. Әсеттердің жыл сайын шетелге демалуға баратынын айтып, коттедж үйлерін айтып, ақыры Дәулетті Әсетпен бірге баруға көндірді. Содан Дәулет Әсетпен сөйлескенде оған онымен бірге еріп Қытайға баратынын айтты. Осы кезде Әсеттің ойына арам ой келді. Ол осы сапарда Дәулеттің көзін құртам деп шешті. Содан Әсеттің басында құйтырқы жоспар пайда болды. Астанадан Алматыға құстай ұшып келіп, келесі күні азанмен Әсет пен Дәулет жолға шықты. Көлік Әсеттікі болатын. Екеуі ұзақ жолға шықты. Күні бойы екеуі өткен кеткенді еске алып, әңгімелер жарасып, болашаққа жоспар құрып, көңілді келе жатты. Дәулеттің ойында еш арам ой жоқ. Бір жағынан Сәуленің айтқанын тыңдап, бизнес бастағаным дұрыс болды деген оймен құстай ұшып отыр. Елді мекеннен алыстап кетті. Бір кезде Әсет сыртқа шығып алайық деген сылтаумен жол жиегіне тоқтады. Жол жиегіне тоқтап, шаруасын бітіріп, екеуі көлікке қайта отырған кезде Әсет Дәулетке қарап, қауіпсіздік белдігін тақпай-ақ қойсаң болады. Қаншама жыл жүріп жүрмін. Бұл жерде полиция қызметкері болмайды деді де, өзі де тақпады. Дәулет те досына еріп белдікті тастай салды. Содан екеуі жолды жалғастырды. Дәулет аузына жұқпай бірдеме айтып келе жатыр, ал Әсет болса, оның бір сөзін тыңдап, бір сөзін тыңдамай, өз басындағы жоспарын қалайша жүзеге асырам деген оймен алысып келеді. Бір кезде қараңғы түсе бастады. Қараңғы қатты түспей елді мекенге жетіп алайық деп Әсет жылдамдықты асырды. Үлкен жылдамдықпен келе жатып, Әсет Дәулеттің қалғып кеткенін байқады. Бір кезде Әсет жылдамдықты асырып, Дәулет жатқан жаққа қарай қолын созып, есігін ашып жіберді. Қатты желден шошып оянған Дәулет есін жиі алмай жармаса бергенде, Әсет бар күшімен итеріп жіберді. Ұйқылы ояу Дәулет көліктен құлап, жерге домалай кетті. Қатты жылдамдықпен келе жатқандықтан Әсет ұзаққа дейін тоқтай алмады. Ақыры тоқтап, артқа бұрылып, кері қайтты. Досының денесін елге алып баруды ойлады. Барып қараса, досының түрінен түр жоқ екен, бет аузы қанған. Өмірінде адам өлтіріп көрмеген Әсеттің көзіне жас келді. Алайда бұлар іс болды. Әсет тіпті Дәулеттің өлі я тірі екенін де ажырата алмады. Әйтеуір қозғалыссыз жатқан денесін мықшыңдап жүріп көлікке әрең кіргізді. Көлікке салып алып Алматыға қарай жол тартты. Ұйқы қашып, біресе Сәулемен қосылып, Дәулеттің орнында отырған күйін елестетсе, біресе полиция қызметкерінің Әсеттің жасағанын біліп қалып, өзінің түрмеде отырғанын елестетіп, бір терлеп, бір тоңып мазасы қашты. Содан келесі күні ғана Алматыға жетті. Бір күн қозғалыссыз жатқан Дәулеттің өлгеніне сенімді болды. Дәулеттің үйінің жанына тоқтап, машинаның ішкі тұтқасын сұртып, Дәулеттің түріне бір қарап, үйге кірді. Уақытынан бұрын жалғыз кеп тұрған Әсеттің түрін көріп, Сәуле бірдеме болғанын бірден түсінді. Содан бірден Дәулет қайда? Дәулет қайда? Деді Сәуле. Кешірші, жолда ол қауіпсіздік белдігін тақпай отыр еді. Бір кезде есік ашылып кетіп, ол құлап кетті. Не дейді? Құлаған нес? Енді қайда ол? Ауруханада ма? Жоқ, көлікте. Қалай көлікте, неге жедел жәрдем шақырмадың? Деп Сәуле далаға жалаң аяқ жүгіріп шықты. Көлікте жатқан күйеуін көріп бақырып жіберді. Қол аяғы дірілдеп, иесін әзер жиды.
Жылап жүріп Сәуле жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдем тез келіп Дәулетті ауруханаға алып кетті. Дәрігерлер аман қалуы екі талай, көп қан жоғалтқан деп бірден ескертті. Айтқандары дәл келіп Дәулет ауруханада көз жұмды. Сәуле еңіреп жылап, екі қызын құшақтап жесір атанды. Дәулеттің өлімі күдік тудырып, полиция қызметкерлері араласты. Әсетті қайта жауапқа тартып, бірнеше рет бөлімшеге шақырды. Қоянды қуа берсең батыр болады дегендей бір өтірікті мың қайталай беріп, Әсет сол өтірігіне тіпті өзі де сеніп, тыныш ұйықтайтын болды. Марқұм досымның жұбайына көмектесемін деген сылтаумен, Әсет Дәулеттің үйінен Сәуленің жанынан шықпайтын болды. Барлық садақаларында басынан аяғына дейін жүрді, біткеннен кейін де қалып, үй шаруасына араласып, қыздарды ойнатып отыратын. Сөйтіп жүргенде Дәулеттің 40 күндік садақасы да өтті. Әсет Сәуленің қыздарын алып, саябақтарға апарып, оларды қыдыртып, ойнатып әкелді. Әсет тіпті өзінің отбасы, ұлы бар екенін ұмытты. Бұл әрине Жанардың ашуына тиді. Ашуға булығып, Жанар Әсетке қоңырау шалды. Бүгін қайтпасаң, Сәулеге бар шындықты айтамын деп қорқытты. Әрдайым үндемей жүретін, ашуын көрсете бермейтін Жанардың бұндай мінезін Әсет бірінші рет көрді. Содан Әсет кешке ұшаққа билет алып Астанаға ұшып кетті. Үйге келсе, Жанар ашуға дулығып отыр екен. Жанардың мұндай түрін Әсет бірінші рет көрді. Шыдамның да шегі бар деген осы болар, Жанар бір кезде атылды. Барлық ойында көкейінде жүргенді, жиналып қалған ашу ызаны шығарды. Жанар сөйлеген кезде Әсетте қарап қалмады. Ол да бар ойындағысын жасырмай айтты, тіпті Жанардың өзі құлай сүйіп тигеніне дейін бетіне басты. Жанар, сенің не ойлағаның бар? Сен не Сәулені тоқалдыққа алмақшысың ба? Деп Жанар ашына сөйледі. Жоқ, тоқалдыққа емес, әйелдікке аламын. Сенімен ажырасамын да, Сәулеге үйленемін деп Әсет ойындағы жоспарын тарс еткізді. Сен ақымақсың ба не? Сәуле саған ешқашан тимейді, ол саған ешқашан Дәулетке қарағандай қараған емес. Сені ол сүймейді. Деп Жанар шындықты айтты. Сүйеді. Жап аузыңды. Дәулетті қалай сүйсе, мені де солай сүйіп кетеді. Деп Әсетке булықты. Ол сені тек Дәулеттің досындай ғана көреді, соны сен қалай түсінбейсің? Деп Жанар да қояр емес. Жоқ, ол мені сүйетін болады. Маған Дәулетке қарағандай қарайтын болады. Мен сол үшін Дәулетті өлтірдім деп Әсет бар шындықты айтып салды. Сол сөзден кейін Жанар мен Әсет үнсіз қалды. Жанар Әсеттен мұндайды күтпеген еді. Сәуле үшін мұндай қылмысқа барады деген ойы шұйықтаса түсіне кірмеп еді. Не? Сен бе Дәулетті өлтірген? Сен жындысың ба? Деп Жанар сұрақтың астына алды. Иә, мен өлтірген, Дәулеттен құтылмасам, мен ешқашан Сәулемен бірге бола алмас едім. Ұзақ жолда оған қауіпсіздігін белдігін тақпауға мен көндірдім, және ол ұйықтап кеткен кезде көліктің есігін ашып, оны итеріп жібердім. Деп Әсет болған жағдайда ақтарып салды. Кет Әсет, кет, сені көргім келмейді деп Жанар Әсетті үйден қуып шықты. Айтқан сөздерін Жанар миында қорыта көп қиналды. Сүйген жарын, баласының әкесін мұндай жамандыққа қимады. Жауапсыз махаббаттың мұншалықты көзін байлап тастайтынын кім ойлаған? Жанар көз ілместен таңдаттырды. Жанар не істерін білмей, көп ойланып басы әбден қатты. Таң ата Сәулеге хабарласты. Сәуле азанмен Жанардан званы күтпеп еді. Бірақ жүрегі бір жамандықты сезгендей болды. Содан Жанар Сәулеге барлық шындықты айтты. Басынан бастап осы күнге дейінгі барлық білетінді жайып салды. Сәуле өзінің күйеуінің досының қолынан қаза тапқанын естігенде көз жасын тыя алмады. Себебі өзі сол кезде бірге Қытайға баруға көндірген еді. Екеуі 2 сағаттай сөйлесіп, одан кейін бір күн бойы Сәуле көз жасын тыя алмай, 2 қызын құшақтап жылай берді. Келесі күні Сәуле полиция қызметкеріне хабарласып кездеді. Бар білгенін айтып Әсетті жазалауларын сұрады. Содан кейін барлық дүниясын жинап, 2 қызын алып, үйін жауып, батыс өңірде тұратын нағашы әпкесі арқылы Ақтаудан пәтер тауып, бір күнде сол жаққа көшіп кетті. Әсет Жанар қуып шыққан күні қонақ үйге қонып, ішіп мас болып, келесі күні басы ауырып, бір күн тағы жатты. Тек 2 күннен кейін есін жинап, Сәулеге баратын болды шешті.
Бірінші рейске билет алып Алматыға келсе, Сәуленің үйінде ешкім жоқ. Көшіп кеткендері белгілі. Үйде бір қыз бала және бір топ тазалаушылар жүр. Сәулені сұрап еді, олар да оның басқа қалаға көшіп кеткенін айтты. Ашуға булыққан Әсет Сәулені қайдан іздерін білмей басы қатты. Кешке дейін Алматыда сандалып, Әсет Астанаға қайтты. Астана келіп үйіне келсе, Жанарда жүгін жинап жатыр екен. Әсет бұған қинала қойған жоқ. Тіпті жоспарының жүзеге асуына көмектескендей болды. Жанар, сен Сәуленің қайда кеткенін білмейсің ба? Деді Әсет. Жоқ, білмеймін, бірақ кетіп қалғаны жақсы болған екен. Сені күтіп отырмайтыны анық қой, деп Жанар Әсеттің ашуына тие сөйледі. Мен табамын Сәулені, қайткенде табамын, көрде тұр, мен Сәулемен қосылып, бақытты ғұмыр кешетін боламын, деп Әсет Жанардың жанына жақындай бергенде есіктің қоңырауы естілді. Әсет еш уайымсыз, ештеңе ойламастан есікті аша салды. Қарсы алдында 3 полиция қызметкері тұр еді. Дәулет әдеттегідей тергеу болар деп алаңсыз тұра берді. Алайда үшеуі үйге баса көктеп кіріп, Әсеттің қолын қайырып алып кетті. Сол кезде ғана Әсет бәрін түсінгендей болды. Бірден Жанарға жаман көзбен қарады. 2 ай сотқа дейінгі тергеуден кейін сот болды. Сотта Әсет барынша Жанардың сөздерін жоққа шығарып, ақталып бақты. Жанардың бұлай айтуының себебін қызғаныш деп қорытындылады. Алайда сот үстінде прокурор Жанар мен Әсеттің ұрысқан күні түсірілген үйдегі бейне бақылау жүйесінен жазбаларды алып келіп, сотта көрсетіп, Жанардың сөздерінің растығын дәлелдеп берді. Осылайша сот Әсетке 15 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындап, сот отырысын аяқтады. Жанар ұлымен сол үйде бизнесін жалғастыра берді. Сәуледе Ақтаудан өзінің жеке медициналық орталығын ашып, қыздарын оқытып, күйеуге беріп, қазіргі таңда бірнеше немеренің нағашы әжесі. Қыздардың жеке өміріне араласпайын деп жалғыз өзі 3 бөлмелі пәтерде тұрып жатыр. Қыздарын күйеу балалары, немерелері алма-кезек келіп тұрады. Бірақ түнде Сәуленің ойына сол бір кездер есіне түсіп, ұйқысын бұзуын қоймады. Соңы